Қайырлы күн баршаңызға. Мен сіздерге бүгін ең керемет венский вафлидің рецептімен бөлісемін. Мен алдыңғы дайындап көрген бірнеше рецепттерге қарағанда осы рецепт маған керемет қатты ұнады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаларымызды салып аламыз. Содан соң қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғанымыздан соң, үстіне сары майымызды құямыз. Және тағы араластырып аламыз. Содан соң үстіне сүтімізді құямыз. Қаймағымызды саламыз. Қаймақ менде дүкеннің қаймағы. Сіздер қаймақтың орнына йогурт салсаңыздар болады, немесе творожный сыр салсаңыздар болады. Өз қалауларыңыз. Содан соң ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып, араластырып, електен өткізіп, жақсылап, аз-аздан салып, араластырып отырамыз. Барлық ұнымызды салып, жақсылап араластырып, дайындап аламыз. Мінеке, қамырымыз осылай дайын болып шығады. Өте қою да емес, өте сұйық та емес. Міндетті түрде вафли пісіретін табамызды қыздырып аламыз. Өте қатты қыздырып алған жөн, сол кезде тез-тез пісіріп дайындап аламыз. Осылай бір-бір қасықтан салып, үстіне және бір қасықтан салып аламыз да, осылай барлығын тегістеп шығамыз. Енді қақпағын жауып, вафлилеріміз 5-10 минуттың арасында пісіп шығады. Ол табаңыздың қызуына байланысты. Осылай бір тегіс болып, екі шеті де қызарып пісіп шығады. Осылай барлығын пісіріп аламыз. Мінеки, біздің вафлиларымыз пісіп дайын болып шықты. Өте керемет, жұп-жұмсақ, дәмді болып шықты. Ортасына балмұздақ салып жесеңіздер де өте дәмі керемет болады. Сіздерге қазір біреуін бөліп көрсетейін, қалай жұп-жұмсақ болып шыққан. Мінеки, жұп-жұмсақ, ортасы барлығы пісіп, әдемі болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Мен қалай көрсетілгендей жасасаңыздар, сіздерде өте керемет болып шығады.